Бірде-бір сахаба өзінің досына келіп, ғашық болған бір қыздың әкесіне барып, оны өзіне құда түсіп беруге көмектесуін сұрайды. Досы қуана келісіп, кім мұсылман бауырына көмектессе, Алла оған міндетті түрде жәрдем береді. Мен оның әкесін жақсы танимын, келісімін ала алам деп ойлаймын дейді. Екеуі қыздың үйіне барады. Үйге жеткенде сахаба сыртта қалып, досы ішке кіреді. Есікті қағып кіргенде, қыздың әкесі оны көріп қуанып, бірден дастарханға шақырады. Олар тамақтанып отырған кезде, сыртта тұрған кедей сахаба үмітпен толқынысқа толып, тағат таба алмай ар-бері жүреді. Қонағын сыйлап болған соң, қыздың әкесі келу мақсатын сұрайды. Ол: мен сіздің қызымызды досының атынан құда түсуге келдім. Рұқсатыңызды алсақ дейміз деп түсіндіреді. Қыздың әкесі қызына кімнің сөз айтып отырғанын білгенде, оны сол жігітке беруден үзілді-кесілді бас тартады. Әкесінің райынан қайтпайтын көрген ол, кетуге жиналғанда, әкесі кенеттен: ал өзің үйлендің бе деп сұрайды. Ол: жоқ, әлі деп жауап береді. Сонда қыздың әкесі: қызымды дәл сендей жігітке сеніп тапсырар едім. Қызым өте көрікті әрі білімді. Егер қарсы болмасаң, соған өзім үйлен дейді. Ол қызды шақырып көрсетеді. Шынында да қыз өте көрікті еді. Әкесінің көңілін қалдырмайтындай сылтау таба алмай, ақырында келісімін береді. Мәһір мәселесі, неке күні және басқа да шарттар келісіліп қойылады. Сыртқа шыққанда уайымдап жүрген сахабаны көреді. Ол жүгіріп келіп, не болғанын сұрайды. Досы оған: әкесі сені жақсы таниды екен. Қанша айтсам да сені күйеу етуге келіспеді деді. Сезімі шынайы әрі терең болғандықтан, сахаба қатты қапа болып қалды. Сонда досы: сен мені кешір. Әкесі маған қызын алуды табанды түрде ұсынды. Бас тарта алмадым, келісуге тура келді дейді. Алғаш сәтте сахаба түсінбей қалды. Кейін досының енді сол қызға күйеу болатынын ұққанда: астағфирулла, астағфирулла, бауырым, мені Алла разылығы үшін кешір деп өтінді. Досы таңғалып: менен не үшін кешірім сұрап тұрсың деді. Сонда сахаба: астағфирулла, бауырым, мені кешір. Сөйтсем, мен осы уақытқа дейін Алла тағдырында саған жазылған, сенің болашақ жарым болатын қызға өзімнің көзіммен, өзімнің сезіміммен қараппын. Алла тағала мені тек себепші қылды деді. Сосын тағы да астағфирулла деп айтып, сахаба кетіп қалды. Бізден айырмашылығы, сахабалардың тағдырға деген иманы жүректерінде де, кек тілдерінде емес. Олар әрбір істің ішінде Алланың қалауын көре алатын. Осындай, тіпті бұдан да ауыр сынақтарда олар бірлігін, бауырмалдығын сақтай білді. Өйткені Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалям оларға: сендерден ешқайсысы өзіне қалағанын бауырына қаламайынша шынайы иманға жете алмайды деген. Шынайы иман сол сахабаға өз нәпсісін жеңіп, мұсылман бауырының отбасылық бақытына қуана білуге күш берді. Өзімізді сол сахабаның орнына қойғанда ғана тағдырға деген иманымыздың қаншалықты терең екенін және өзгеге, өзімізге қалағанды қаншалықты шын жүректен тілейтінімізді түсіне аламыз.